1 қаңтардан бастап балаларға төлем аударылады. Қаражатты алу үшін не істеу керек? Сәлеметсіз бе? Қазақстандағы соңғы ресми жаңалықтарды бірінші болып білу үшін лайк түймесін басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап президент тапсырмасы бойынша ұлттық қор балаларға бағдарламасы іске қосылды. Оның шарты бойынша барлық кәмелетке толмағандар ұлттық қордың инвестициялық кірісінің 50%-ын жыл сайын алатын болады. БЖЗК мәліметінше, өткен жылдары балаларға есептелген сомалар ұлттық қор активтерінің бір бөлігі ретінде инвестициялана береді. Нәтижесінде қосымша табыс болады. Ата-ана не істеу керек? 2006 жылы және одан кейін туған балалардың, оның ішінде қорғаншылыққа, қамқоршылыққа тағайындалған балалардың заңды өкілдері бүгінде ұлттық қор балаларға қор бағдарламасына қатысуды қамтамасыз ету үшін не істеу керек? Баланың жеке басын куәландыратын құжатты, балалардың азаматтығын анықтау үшін, оның ішінде жісіні алу керек. Мәліметтердің болуын және дұрыстығын тексеру, тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы, кәмелетке толмаған баланың жісіні және азаматтылығы. Электрондық үкімет веб-порталындағы балалар туралы ақпарат бөліміндегі жеке кабинетте балалар туралы ақпараттың бар жоғын тексеріңіз. Төлемдер қайда түседі? Жобаның операторы мақсатты жинақтардың есебін жүргізетін және төлемдерін жүзеге асыратын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры болып табылады. Мақсатты талаптар мен мақсатты жинақтарды есепке алу доллармен жүргізілетін болады. БЖЗК сайтында баланың жсн пайдаланатын отырып, оның нысаналы талаптарға қатысушылар санатының қосылу туралы ақпаратты тексеріп, аударым сомасын білуге болады. Бұл ретте балалардың заңды өкілдері ego.kz сайтында жеке кабинетінде тексере алады. Балалар туралы мәліметтер бөлімінде әрбір жыл үшін нысаналы талаптардың сомасына, есептелген нысаналы талаптардың және инвестициялық табыстың сомалары туралы деректер. Ақшаны қайдан алуға, қашан алуға және неге жұмсауға болады? Балалар 18 жасқа толғанға дейін нысаналы талаптар мен инвестициялық табыс мерзімінен бұрын алу құқығынсыз есептелетін болады. 18 жасқа толғаннан кейін қаражатты екі мақсатқа пайдалануға болады. Тұрмыс жағдайын жақсарту үшін Қазпочта акционерлік қоғамы және екінші деңгейлі банктер болатын уәкілетті операторлар арқылы оқу ақысын төлеуге. Айта кету керек, аударылғаннан кейін бұл қаражатқа инвестиция тоқтатылады. Қандай жағдайлар аударым тоқтатылады? Мақсатты талаптарды есептеу жобаға қатысушы қайтыс болған немесе қайтыс болды деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайда. Сондай-ақ азаматтығын жоғалтқан жағдайда тоқтатылады. Қайтыс болған жағдайда мұрагерлер заңда белгіленген тәртіппен БЖЗК-дан мақсатты жинақтарды алуға өтініш бере алады. Қандай жағдайларда жинақталған қаражатты алу мүмкін болмайды? Қазақстаннан тұрақты тұруға басқа елге кеткен адамдар ұлттық қор қаражатын пайдалану құқығынан айырылады. Егер бала кәмелетке толған соң 10 жыл ішінде мақсатты жинақ талап етілмесе, олар оның жеке зейнетақы шотына түседі. Оларды алу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.